Қайырлы күн қыз келіншектер. Бүгін сіздерге крючокпен тоқудың 3 әдісін көрсетем. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге тоқып үйреніңіз. Ең алдымен бізге крючок керек. Сіз любой размерлі крючокты алсаңыз болады. Бастысы сол крючокқа сіздің жібіңіз сай болуы керек. Ал енді сабағымызды бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Ең бірінші көрсететін әдісім сіздерге бұл воздушная петля деп аталады. Міне осы узорды сіздерге қазір көрсетем. Бұны мен крючокпен ілмек ілу деп айтамын. Бірінші жіпті иненің ар жағына қойып, оны саусағымызбен ұстап тұрамыз. Және сол жіптен айналдырып, крючоктың басына жібімізді іліп, ілініп тұрған жіптің арасынан шығарып жібереміз. Бірге жасап отырыңыздар, дәл видеода көрсеткендей жасаңыздар. Міне жібімізді ұстап тұрамыз саусақпен, жұмыс жасап тұрған жіпті айналдырамыз да крючоктың басына ілеміз. Және сол крючокта тұрған жіптің арасынан өткізіп жібереміз. Солай бізде бірінші ілмек ілінеді. Бұны біз крючокпен ілген ілмек, яғни крючокпен ілінген ілмек деп айтамыз. Әрі қарай осылай жіпті алып, арасынан өткізе береміз, сонда бізде ілмектер көбейе береді. Осы дәл видеода көрсетілгендей етіп тоқыңыздар. Міне осы бізде бірінші әдіс. Және сіздерге крючокты ұстау әдісін көрсетейін. Кейбір кісілер қалам ұстағандай ұстайды, кейбіреулері осы әдіспен ұстайды. Бірақ өз басым үнемі крючокты осылай ұстаймын. Осылай ұстаған маған ыңғайлы. Басқа әдістерді мен пайдаланып көрдім, бірақ өзіме өте ыңғайсыз болып көрінді. Сол себепті сіздерде өз ыңғайларыңызға қараңыздар. Бұл бізде бірінші әдіс. Ал енді екінші әдісін көрсетейін. Ол әдісті мен бір ілмекті баған деп айтамын. Орысша столбик с накидом деп айтады. Бірінші біз ілмекті ілеміз, және екі ілмекті тоқмаймыз. Бір, екі, міне үшінші ілмекке крючокты саламыз да бір ілмекті іліп алып шығамыз. Біздің крючокта 3 ілмек тұр. Тағы да сол крючокқа бір ілмекті ілеміз де екі жіптің арасынан шығарып жібереміз. Біздің крючокта уже екі жіп қалады. Сол екі жіптің арасынан тағы да ілмек іліп шығарып жібереміз. Бұл бізде бір ілмекті баған деп аталатын әдіс. Тағы да бір көрсетем. Бір ілмекті ілеміз. Келесі бізде ілмектің арасына саламыз. Крючокты міне салдық. Бір жіпті алдық. Крючокта бізде 3 жіп тұр. Тағы да бір ілмекті ілеміз де екі жіптен шығарамыз. Бізде екі жіп қалды. Тағы да ілмек іліп, сол қалған екі жіптің арасынан шығарып жібереміз. Бұл әдіс бізде столбик с одним накидом немесе столбик с накидом деп айтады. Қазақша өзім бір ілмекті баған деп атаймын. Міне дәл видеода көрсетілгендей, сіз бірге тоқып отырсаңыз, сізге анық өзіңізге жалпы жібіңіз көрінеді. Қай жерде ілмекті ілу керек, қай жерге салу керек деген сияқты, соның бәрі көрінеді. Бұл бізде крючокпен тоқып жатқан әдісіміз. Бірінші ряд, яғни бірінші жолын тоқып жатырмыз. Міне салдық, ілмекті ілдік. Міне бізде бірінші ряд. Егер осының үстіне тағы да баған тоқыңыз келсе, онда сіз тоқмаңызды айналдырасыз. Және осы крючокпен сіз екі ілмек іліп аласыз. Бір, екі. Бұл сізде бір ілмекті бағанның орнын алып тұрады. Енді келесі бағанды тоқу үшін біз келесі астындағы бағанның үстіне тағы да бір баған тоқимыз. Столбик деп айтайын немесе
Жалпы өзім солай айтам. Қазір қазақша барынша түсіндіріп айтып жатырмын. Осылай мына астындағы столбиктердің үстіне тағы да столбик с накидом тоқи бересіздер. Жалпы крючокпен тоқыған өзіме өте тез сияқты көрінеді, және жіпті көп алады. Екі инемен тоқығанға қарағанда крючокпен тоқығаныңыз жіпті кішкене көбірек алады. Бір нәрсе тоқығыңыз келсе, соны да ескеріңіздер. Крючокпен тоқу жіпті көп алады. Енді соңғы ілмек міне бізде басында екі ілмекті тоқымай кеттік қой жаңағы, соның үстіне тоқимыз. Соңғы столбикті тоқимыз. Міне бұл бізде екінші әдісіміз. Енді үшінші әдісті көрсетейін. Ол әдіс бізде жарты баған деп айтылады, орысша полустолбик. Ол үшінде біз бастапқы екі ілмекті тоқымаймыз да, үшінші ілмекке крючокты салып, бір жібімізді аламыз. Бізде крючокта үш жіп тұр. Сол үш жіптің арасынан жіпті өткізіп жібереміз. Бұл бізде полустолбик, жарты баған. Сол себепті біз мына дайын тұрған үш жіптің арасынан өткізіп жібереміз. Жаңа біріншісінде көрсеткенімде екеуінен өткізіп, тағы да ілмек іліп, екеуінен өткізбейміз. Уже бұл жерде міне үш ілмек ілдік па, сол арасынан жіпті өткізіп жібереміз. Бұл әдіс полустолбик осылай тоқылады. Және бұның үстіне тоқу үшін сол тоже банағыдай екі ілмек ілеміз. Қайтадан келесі бағандарды тоқи береміз. Жалпы крючокпен тоқығыңыз келсе, ең бірінші осы әдістерді біліп алыңыз. Ары қарай тоқитын дүниелерді еркін тоқи аласыз деп ойлаймын. Бастысы осы әдістерді біліп алыңыз. Ілмекті ілеміз. Міне крючокты шығарамыз келесі жағына. Бір ілмекті алып аламыз да, үш ілмектің арасынан жібімізді өткізіп жібереміз. Бірге тоқып, менімен бірге үйреніп отырсаңыздар, мен қуанышты болам. Сіздерге пайдам тисе, керісінше қуанам. Міне бұл бізде үшінші әдіс. Осылай сіздерге бүгінгі сабағымда крючокпен тоқудың үш әдісін көрсеттім. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басып кетіңіздер. Видеомды қарағандарыңызға да рахмет. Келесі сабақта көріскенше.